Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен кешкі асқа және түскі асқа ұсыналатын осындай 40 қабаттан дәмді тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін фаршымызға күрішімізді салып, өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді салып, араластырып қоямыз. Енді 40 қабаттың жапырақтарын бөлек-бөлек бөліп алып, осындай шұңқырлау ыдысымызға салып, үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз және де 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Егер сіздің 40 қабаттарыңыз үлкен болса, жарты сағатқа дейін қалдырып қойыңыз. Сол кезде біздің 40 қабаттарымыз жұмсарып, жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Жұмсарған 40 қабаттарымызды осындай тарелкаларға салып аламыз. Енді 40 қабаттарымыздың ішіне біз фаршымызды орналастырып, пісіріп алатын боламыз. Осылай екіге бөлемін, себебі менде жапырақтар өте үлкен. Осының ішіне бір ас қасық немесе 2 ас қасық қалауыңыз бойынша фарштарды орналастырамын. Екі шетінен орап, бір формаға келтіріп, барлығын жасап алатын боламыз. 40 қабаттарымыздың барлығын осылай дайындап алдым. Енді табамызды алып, кішкене сұйық майымызды құйып, үстінен ең алдымен пияздарымызды салып, қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болғаннан кейін, үстінен тәтті болгар бұрышымызбен сәбізімізді салып, тағы да қуырып аламыз. Және өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді қосып жасасаңыз болады. Мен кішкене қызанақ пастасын қолдандым және тұзымды, бұрышымды салып, жақсылап қуырып, пісіріп алатын боламын. Үстінен суымызды құйып, жай отта суымыз қайнағанша біз бетін жауып күтетін боламыз. Міне осылай бізде суымыз қайнайды. Енді осының үстіне біздің дайын 40 қабаттарымызды салып, қақпағын жауып, жақсылап баяу отта пісіріп алатын боламыз. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лүпіл басып отырыңыздар. Біздің тағамымыз дайын болды. Енді мен өзімнің қалауым бойынша әдемілеп салып, өзімнің жақындарыма ұсынатын боламын. Тамақты дәмді пісіру бір бөлек, оны дәмді етіп ұсына білу ол бір бөлек. Сондықтан қыздар, ерінбеңіздер, әдемі етіп сәндеп тамақтарыңызды жақындарыңызға ұсыныңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер, әрдайым мені қолдап жүріңіздер. Сіздермен бірге болған әдемі.